Жалғызды жерде жан қалар. Өз замандағы әйгілі емші Ұлыққан Кәкімнің жалғыз ұлы ауырып, ешқандай ем-шипа болмай қайтыс болады. Ұлыққан Кәкім баламның ауру қай жерінде болды деген мақсатпен өлікті оңашада операция жасайды. Дәрігердің негізгі күмәні асқазанда болғандықтан асқазанды аударып төңкеріп жүріп, онда байланып қалған жұдырықтай қатты затты алып тексереді. Тексеру барысында не зат екендігін айыра алмайды. Ақыры күндердің бірінде таудан дәрі шөп жинағалы тауға шығып, қайтар жолында чөлдеп кеткендіктен сылдырап аққан Тасбұлақтың жағасына келіп дем алады. Дәрігер осы сапарында баласының өліміне себепкер болған дертті де алып жүрген екен. Оны шапанның қалтасынан алып, бір топ жалбыздың үстіне қоя салыпты. Жүрерінде қараса, қойған заты жоқ болып, түйген бет орамалы май-май болып орнында қалыпты. Сөйтсе дерт жалбызға сіңіп еріп кеткен екен. Осы кезде Ұлыққан Кәкім: баламның асқазанынан байланған дерт ешкінің май екен ғой, жалбызды жерде жан қалады екен-ау деп өкінген екен. Жинап берген Бәйтік Дүйсебаев, Бидахмет Мұқайұлы.